Оралхан Бөкей, жетім бот әңгімесінен үзінді. Аспанда шөкіндей бұлт жоқ. Бүгінде әуе айналып жерге түсетін аптап болар сөзсіз. Күн теңіз бетінен арқан бойы көтерілмей-ақ, тымырсы құйып, тынысы тарылтадай. Тас асығыстау жуындыда, қонақ үйдің астында жеңіл тамақтанды. Содан соң теңіз жағасына келді. Мұнда салқын самал бар. Теңкиіп жатқан алып жартастардың қуысын қуалап, шапалақтап жатқан толқын тым жақын отырған адамның бетіне көпік түкіреді. Шалбары мен көйлегін шешіп тастап, судың дәл жиегіндегі жартасқа секірді. Бірер сүңгіп алды да, құлашын сермеп, теңіздің ортасына қарай жүзе бастады. Су жып-жылы, түні бойы айғай-шудан, азап-тойдан сәтке арылған жігіт рақатқа кенеліп еді. 100 метрдей малтып барды да, кері қайтты. Атыраудың жағасында мәңгі мекендеп қалған жап-жалпақ тастың үстіне шалқалап жатып, түпсіз тұңғиық аспанға қарады. Аспанда теңіз секілді көкпеңбек, жағаны ұрғылаған толқындардың шуылы, денесін сипалаған самал, майда ғана қыздырған күннің сәулесі, осының барлығын болдырған, жанына жарылқаушы күш тартып, болымсыз үмітке бастаған. Өкінішке мол өткенін ұмытып, санасына әзірде қонған сандуғаш жайрайды. Құрысыншы бәрі де деп, қолын тарақтап басына жастады.